Ақша сөйлейді. Біреулер, сіз неге ақша туралы кітап жаздыңыз? Байлық неге тек ақшамен өлшенеді? Деп сұрауы мүмкін. Себебі олар ақшадан басқа байлық түрлері бар екеніне сенеді. Және солай екені де рас. Иә, доллармен өлшене алмайтын байлықтың бар екендігі рас. Бірақ маған қажет ақшаның барлығын берсең, мен өзіме қажет нәрсенің барлығын табамын дейтін адамдар миллиондап табылады. Ақшаны қалай табу керегі туралы әңгімелеп беретін осы кітапты жазудағы ең басты мақсатым миллиондаған адамды кедейлік қамытынан босату. Ақша дегеніміз жай бір темірлер немесе қағаз қиындысы. Онда ақшамен сатып ала алмайтын жан мен тән байлықтары бар. Бірақ көп адам күйзеліс жағдайында мұны ойында ұстауға және өзін рухтандыруға құлықсыз. Адам ешқандай жұмыс таба алмай қиналған кезде жүріс-тұрысынан, көзқарасынан, тіпті сөйлеген сөзінен аңғарылатын рухани өзгеріс оның өмірінде орын алады. Ол тұрақты жұмысы бар адамдардың мінезі, ақыл-ойы мен қабілеті бойынша өзіне тең келмейтінін біле тұра, олардың алдында өзін төмен санау сезімінен құтыла алмайды. Осы адамдар тіпті оның достары. Бір жағынан өздерінен одан артықпын деп есептесе, екінші жағынан өз еркінен тыс мұндай адамды мүсәпір ретінде қабылдайды. Ол біраз уақыт бойы қарыз алуы мүмкін, бірақ ол тек қарызға сүйеніп ісін жалғастыра алмайды. Тек қарызға ғана иек артып өмір сүру мүмкін емес. Бірақ тек өмір сүру үшін қарызға батудың өзі адамды күйзеліске ұшыратады. Ол өз еңбегімен тапқан ақшадай адам жанын рахатқа бөлей алмайды. Мұндай жағдайда әйелдер өздерін басқаша ұстайды. Біз қоғам үшін құны төмен адамдар туралы сөз қозғағанда әйелдер жайлы тіпті ойға алмаймыз. Жұмыссыздық үшін алатын жәрдемақыға тұратын кезектегі олардың саны аз. Олар көшелерде жүріп, қайыр тілемейді. Оларға аянышты халдегі еркектің айырым белгілерін таңа алмайсың. Әрине, мен қала көшелерінде өздеріне сенімді, ештеңеге ебі жоқ еркектерге сайма-сай келетін қу жалмауыздарды есепке алып тұрғаным жоқ. Мен өте жас, ибалы және ақылды әйелдер хақында сөз қылып отырмын. Ондайлар көп, бірақ олар торыққандарын көрсетпейді. Еркектің сағы сынған кезде оның сәл де болса ойланатын уақыты болады. Ол жұмысқа қол жеткізу үшін жер дүниені шарлауы мүмкін. Жұмысқа жеттім-ау деген кезде жұмыстың басқаға бұйырғанын, немесе бұл жұмыс үшін тұрақты жалақы төленбейтінін, төленсе де жаны ашығаннан ғана алуы мүмкін ұсақ-түйекті сатудан түскен тиын-тебенді қанағат қылмақ. Бұған келіспеген ол барар жер, басар тауы жоқ, айналып көшеге қайта келеді. Сөйтіп осылайша жүре береді. Ол дүкен терезелерінен өзі қол жеткізе алмайтын қымбат заттарға тесіле қарап, өзін басқалардан төмен сезінеді және басқа адамдардың оған таңдана қарауына жол береді. Теміржол бекеттерін біраз кезсе, сосын демалып, терін басу үшін кітапханаға бас сұғады. Бірақ бұл жұмыс іздеу емес. Сөйтіп ол тағы да жолға шығады. Бұл жағдайды оның өзі білмеуі де мүмкін. Бірақ оның мақсатсыздығы түр-тұлғасынан білінбегенмен шарасыздық сезімі оның кім екенін әйгілеп тұрады. Ол тұрақты жұмыста жүрген кездегі жақсы киімдерін киіп, маңызды тұлға болып көрінуге тырысқанымен, рухының әлсіз екенін басқалардан жасыра алмайды. Бас көтермей жұмыс істеп жатқан мыңдаған адамды, бухгалтерлер мен шенеуніктерді, дәріханашыларды, жолсеріктерді көріп, іштей қызғанады. Жұмыстағы адамдар ешкімге тәуелді емес. Олар өзін-өзі құрметтейді және олардың бойында жігер бар. Ал жұмыссыз адам қаншама уақыт бойы өзі туралы жағымды ой ойласа да, өзінің жақсы адам екеніне басқаны қойып, өзін де иландыра алмайды. Мұндағы басты айырмашылық ақшада. Қалтасында аз ғана ақша болса да, ол басқалардың қатарына қиналмай қосылар еді.